Таңыр діні жаңғырса, не ұтамыз? Бұл сұраққа адал жауап берсек, былай болып шығады. Егер Таңыр діні қазағымның көкейі мен жүрегінде қайта жаңғырса, онда секталарға кіріп кеткен қазақтар үйге қайтып, дін жөніндегі пікіріміз Таңыр дінінің төрінде қауышып, қазақтың қамын ойлайды. Егер Тәңір діні қазағымның көкейі мен жүрегінде қайта жаңғырса, онда әлі ешқандай сенімдер мен секталарға кірмей, кез келген діндер мен сектаның жемтігі болып кетуге дайын тұрған ұл-қызымыз ортамызда қалады. Егер Тәңір діні қазағымның көкейі мен жүрегінде қайта жаңғырса, онда кез келген проблема ұлттық дүние танымға, әсіресе бөгде діндер мен секталардың экстремистік пиғылдарына байланысты туындап тұратындықтан, бұл қауіпті жағдай арнасынан шығып, келеңсіз жағдайлар тумай тұрғанда, ұлт болып ақылдасып, шешілетін түйін салауатты түрде шешіледі. Егер Тәңір діні қазағымның көкейі мен жүрегінде қайта жаңғырса, онда қазақтың дүниетанымдық көзқарасы тоз-тоз болып құрдымға кетпей, Тәңір дінінің төңірегіне тұтасып, басқа сенімдер мен секталардың шылауынан шығып, қазақтың діни дүниетанымы заманына сай болып, ауқымы кеңіп, жаңа философия, жаңа ғылыми тұжырымдар пайда болып, әлемнің дүниетанымның ортасынан ойып орын алады. Егер Тәңір діні қазағымның көкейі мен жүрегінде қайта жаңғырса, онда қазақ даласына ағылып келе бастаған саяхатшылар қазаққа бөгде діндер мен дүниетанымдардың көшірмесі ретінде емес, өзіндік дүниетанымы, ерекше әдет-ғұрпы, салт-дәстүрі бар, адамға мейірімі төгіліп тұрған ұлт ретінде қарап, мәдениетіміздің ұлы саласы Тәңір дінінің құдіретімен танысады. Егер Тәңір діні қазағымның көкейі мен жүрегінде қайта жаңғырса, онда егемендік алып, бақуатты өмір сүріп тұрған кезімізде қазақтың ұлттық Тәңір діні өзіне тиесілі орнына қайта оралып, дүниетаным, мереке мейрам, салт дәстүр, әдет-ғұрыптарымыздың еңсесі көтеріліп, құлдықтан құтылады. Егер Тәңір діні қазағымның көкейі мен жүрегінде қайта жаңғырса, онда дін қабылдап, соғыстан көзін аша алмай еңселері түсіп отырған ыстандар шеруінен шығамызда, жаппай қырып жою қаруларынан бас тартуымыздың түп тамыры қанымызда жатқандықтан, бейбітшілік ұранымыз екендігін, ұранның жойылып кетпеуін ұрпақтан ұрпаққа беріп отыратын ұлан туа білетін қасиетіміздің жоғалмағанын бүкіл әлемге жариялап, айтқан үстіне айтамыз. Егер Тәңір діні қазағымның көкейі мен жүрегінде қайта жаңғырса, онда қазақ сөздері ұлтымыздың ұлы оқулығы екендігі нақтыланып, оны зерттеудің жаңа үлгілері пайда болып, жаңа ғылыми үрдіс басталады. Егер Тәңір діні қазағымның көкейі мен жүрегінде қайта жаңғырса, онда қазақ сөздері құдіреттеніп, тіліміздің ұлы арқауына айналады. Егер Тәңір діні қазағымның көкейі мен жүрегінде қайта жаңғырса, онда қазақ тілі құдіреттеніп, Құдайдың өзімен қазақша тіл қаттырады. Егер Тәңір діні қазағымның көкейі мен жүрегінде қайта жаңғырса, онда қазақтың дүниетанымдық көзқарасы ерекшеленіп, Тәңір діні ілімінің өзіндік философиясы, ғылымы, өнері, мемлекет құру жүйесі пайда болады. Егер Тәңір діні қазағымның көкейі мен жүрегінде қайта жаңғырса, онда қазақтың шежіре жүйесі арқылы адам болмысы зерделеніп, тұқым қуалаушылық пен өзгергіштіктің салдарынан туындайтын құбылыстардың ерекшеліктері мен қасиеттері алдын ала пайымдалып, анықталып отырады.
Егер Тәңір діні қазағымның көкейі мен жүрегінде қайта жаңғырса, онда сабыр амалы өз тағына жайғасып, адамның қабілеті мен қасиетін ашудың тамаша жолы басталып, аруақтардың ешқашан өлмейтін ден арқылы шежірелік ақпараттар әлемін меңгерген құдірет екендігі ақиқатталады. Егер Тәңір діні қазағымның көкейі мен жүрегінде қайта жаңғырса, онда қазақтың шежіресі мен тарихын зерттеудің жаңа бағыты қалыптасып, қазақтың мемлекеттік құру жүйесінің ұлттық танымы пайда болады. Егер Тәңір діні қазағымның көкейі мен жүрегінде қайта жаңғырса, онда қазақтың жат сенімдерге парапар келе алатын Тәңір діні жөніндегі пікірі ұлттық дүниетаныммен қауышып, дін іздеген ұрпағымыз қазақтың қамын ойлап, өз ортасында қалып, аруақ пен тәңірлік Құдай қуанып, мерейлері үстем болады. Егер Тәңір діні қазағымның көкейі мен жүрегінде қайта жаңғырса, қазақтың жоғалып кетті деп жүрген таңба әріптері қайта жаңғырып, оған қосарлана тығылып жатқан баба үні амалы өз құпиясын ашып, қазақтың ұлы дүниетанымының тағы бір парағы өз болмысын әлемге танытып, ұлттық мерейіміз үстем болады. Айтылған тұжырымдарды қорытындылай келгенде туатын ой, ұлттық тұтастығымызды талқандап, ұл-қызымызды сенімдер мен секталарына тартып жатқан жат сенімдерге парапар бола алатын жалғыз дін, ол Тәңір діні екендігі толығымен ақиқатталады. Сонымен қазақтың ұлт болып тұтасып, ұлттық ерекшелігін әлем жұртшылығы алдында айқындаған үстіне айқындап, жат жұрттың экстремистік діни дүниетанымдарынан жас ұрпақты қорғап, қоршап аман сақтай алатын дін, ол Тәңір. Дін іздеген қазаққа, басқа сенімдерден қашқан қазаққа, өз ортасында өз ұлтымен бірге боламын деген қазаққа баратын жалғыз дін Тәңір діні. Қамшыңды тасқа ұрып, Тәңір діні керегі жоқ деп даурықпай, ұлт тұтастығы мен дүниетанымның тұтастығы бір арнада тоғысу үшін жұмыс істеуіміз керек. Ұлт тұтастығы мен ұлттық дүниетанымның тұтастығының тұтасып жатуы қандай ұлт үшін болса да, қай заманда болса да арман. Арманның жолы қашанда болса шым-шытырық, шимай шатпақ кедергіге толы. Сондықтан басқа сенімдерге парапар келетін намыс атты пырақты бәйгеге қосқан жақсы, бірақ үкілеп қосқан пырақ керешіге жетпей, дүмше батыраштың қолынан басы кетіп, бәйге жолында жайрап жатса жаман. Баяғы заманда тұлпардың басы кесіліп, ақын зар елеп қалған жағдай болған. Бұл күннің сол уақыттан айырмашылығы шамалы. Қазақ дүниетанымының шыранадан шықпай өндірі кесіліп, қазақ тағы да зар елеп қалмаса болғаны. Сөз тәмамның аяғында айтарым, қазаққа Тәңір діні керек, соқырға таяқ қалай керек, қазаққа Тәңір діні солай керек. Қазаққа Тәңір діні ауадай қажет. Мүмкін қазақтың аңсаған сенімі де, діні де осы болар, болсын. Тоқтар Бейсенбинов, Ақиқат кітабы, 235-237 беттер. Оқыған Тамара Салихова.